Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасы психологиясы пәні бойынша 10-шы дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы бізде бастауыш мектеп жасындағы балалардың эмоциялық еріктік даму ерекшеліктеріне тоқталамыз. Дәрісімізде 5 сұрақ қамтылған. Осы 5 сұрақ бойынша бүгін 10-шы дәрісімізді толықтай ашамыз. Олай болса, біз өткендегі 9-шы дәріске шолу жасап өтетін болсақ, 9-шы дәрісте біз қандай тақырып өттік естеріңізде болса, яғни бізде бастауыш жасындағы балалардың ойлау және сөйлеуінің ерекшеліктерін, яғни өттік. Сол процестердің дамуы. Ол жерде біз не өттік? Яғни осы бастауыш мектеп оқушыларының ойлауы мен сөйлеуінің ерекшеліктерін, олардың байланысын, одан кейін дамыту жолдарын, оған педагогтың рөлін, мінекей осы мақсаттарды біз ашқан болатынбыз. Олай болса, біз бүгін эмоциялық даму дегеніміз не? Бастауыш мектеп кезеңіндегі ол дегеніміз баланың тұлғалық қалыптасуы мен әлеуметтік бейімделуінің маңызды кезеңі. Бұл жаста эмоциялық және еріктік сала белсенді түрде дамитындығын айтқым келіп отыр. Эмоциялар оқушының оқу әрекетіне, қарым-қатынасына, өзін-өзі бағалауына тікелей әсер етеді. Яғни ол дегеніміз осы кезде еріктік қасиеттері мақсат қою, іс-әрекетті жоспарлау, қиындықтарды жеңу арқылы жетілетінін атап өткім келіп отыр. Енді эмоциялық даму дегеніміз не? Соған келіп өтетін болсақ, эмоциялық даму дегеніміз ол баланың түрлі жағдайлар мен құбылыстарға қатысты сезімдік қатынасының, сол сияқты қуану, ренжу, қорқу, үрейлену, таңдану сияқты эмоционалдық реакциялар мен сондай-ақ тұрақты сезімдерінің қалыптасу үдерісі болып табылады. Ал енді еріктік даму дегеніміз ол адамның өзі мінез құлқы, іс-әрекетін, қимылын саналы түрде реттей алу қабілетінің қалыптасуын айтады екенбіз. Бұл еріктік даму, яғни мақсат қоюы, баланың кедергіні жоюы, табандылық, шыдамдылық, сол сияқты өзін-өзі бақылау, жауапкершілік сияқты қасиеттердің дамуын қамтиды. Эмоциялық және еріктік процестер бір-бірімен өте тығыз байланысты дамиды, және де эмоция осы еріктің қозғаушы күші болып табылатын болса, ал ерік эмоцияны реттейтін механизм болып табылады. Болса, біз бастауыш сынып оқушыларының эмоциялық дамуындағы басты өзгерістерді атап өтетін болсақ, ол ең бірінші эмоциялық реттеудің қалыптасуы. Бұл дегеніміз, яғни мектептегі тәртіп балаларды өз эмоциясын тежеуді, яғни ұстап тұруды талап етеді. Ол дегеніміз, мысалы ашуланып тұрса баламыз, ашуын анық көрсетпей, оны іштей басқаруды үйрене бастауға үйретеміз. Бұл эмоциялық ерікті реттеудің бастамасы болып табылады. Одан кейін сөзбен білдіру дейді. Бұл дегеніміз, осы бастауыш сынып білім алушысы эмоцияларды сөзбен, яғни вербальды түрде білдіруді үйренеді. Мен ренжідім мысалға, мен шаршадым, мен оны істегім келіп тұрған жоқ деген сияқты сөздер арқылы өз көңіл күйін бала түсіндіруге тырысады. Бұл оның эмоциялық интеллектісін дамытады. Келесі біздерде интеллектуалды және моральдық сезімдердің пайда болуы туралы өзгерістер. Бұл дегеніміз, яғни оқу іс-әрекетінің әсерінен жаңа күрделі сезімдер қалыптасады. Яғни интеллектуалды сезімдер. Оқудағы табыстан алған қуанышы, мысалы, бүгін 5 деген жоғары бал алса, яғни оның жетістік сезімі. Соны бала білдіреді. Ол дегеніміз жаңаны тануға қызығушылық танытады болашақта. Сол сияқты таң қалу сияқты сезімдер пайда болады, және осы сезімдер бірте-бірте нығаяды. Бұл сезімдер оқуға деген мотивацияны негізін құрайтын болып табылады. Келесі біздерде моральдық сезімдер дейді. Яғни бастауыш сынып білім алушысының сол ұжымдағы өмірі, оның моральдық сезімдерінің, яғни ар, ұят, намысы, жауапкершілігі, әділдігі қалыптасуына әсер етеді. Ар-ұятқа келетін болсақ, яғни мұғалімнің немесе ата-анасының пікіріне сүйене отырып, баланың өзін-өзі бағалау қабілеті дамиды. Жаман іс жасап қойған жағдайда ол, яғни ұят сезімін сезінуі, бұл да бір тұлғалық жетілудің бір белгісі болып табылады. Ал енді эмпатия бұл құрбыларының қиындықтарына жан ашуы, яғни оларға көмектесуге тырысу сезімі айқын көріне бастайды бұл кезеңде.
Одан кейін барып осы эмоциялардың сыртқы көрінісі мен оларды қабылдау әлеуметтік нормаларға бағына бастайды. Яғни қарым-қатынастағы эмоция. Ол дегеніміз эмоциялар қарым-қатынастың құралына айналады. Бала өз мақсатына жету үшін эмоцияны қолдануды үйренеді. Мысалы, кейбір балдар өзін жылау арқылы назарын аудартады. Келесі әлеуметтік мағына. Бұны қалай түсінеміз? Яғни бұл кезде балалар белгілі бір жағдайда эмоцияны көрсету керектігін және де қандай болғанын жасыру керектігін түсіне бастайды. Бұл дегеніміз әлеуметтік ортаға бейімделу. Енді өзін-өзі бағалауға әсері дегенді қалай түсінесіздер? Бұл дегеніміз, яғни мұғалімнің оң эмоциялық реакциясы баланы мақтауы немесе балаға қарап күлімсіреуі. Яғни бұл баланың өзін-өзі бағалауын бірден көтеріп жібереді. Керісінше келетін болсақ, теріс реакциялар, яғни баланы сынауы, мұғалімнің көңіл күйінің түсуі, бұның барлығы оның сенімсіздігін арттыруы мүмкін. Осы бастауыш мектеп жасындағы эмоциялық дамуы бұл сезімдердің күрделенуі және олардың ерікті басқаруға көшу процесі болып табылады. Эмоциялық тұрғыдан жетілген бала ол мектептің әлеуметтік талаптарына табысты бейімделе алады, әрі жоғары моральдық және интеллектуалдық сезімдерді меңгереді. Яғни эмоциялық еріктік даму бұл баланың тұлғалық дамуының жетілуінің маңызды бір бөлігі. Эмоциялар баланың өзінің қоршаған айналадағы адамдармен қарым-қатынасын реттейді, ал ерік сапалары оның мінез-құлқын іс-әрекетке бағытталуына көмектеседі. Бастауыш мектеп кезеңінде эмоциялық еріктік дамуының жаңа сапалық деңгейге көтерілетін кезеңдерінің бірі. Яғни ол дегеніміз, бұл кезеңде бала оқу әрекеті баладан өзінің сезімдерін және де табыстылығын, мінез-құлқын саналы түрде бақылауын талап етеді. Бастауыш мектеп жасында балада жаңа әлеуметтік жағдай, яғни мектепке бейімделу процесі жүреді. Бұл кезеңде оқушы оқу әрекетіне, жаңа ұжымға, жаңа ортаға, мұғалімнің талабына бейімделетін кезең. Сондықтан бұл жас кезеңінде эмоцияның тұрақтылығы мен ерік сапаларының дамуы баланың ары қарай оқуының негізін қалайтындығын атап өткім келіп отыр. Эмоциялық және еріктік дамудың өзін-өз басқару қабілетінің қалыптасуымен тығыз байланысты. Эмоция бастауыш сынып оқушысының, яғни бастауыш сынып білім алушысының ішкі уайымын, қуанышын, қорқынышын, сенімін білдіреді, ал ерік болса, осы эмоцияларды реттеп, мақсатқа жетуге бағыттайды. Олай болса, осы эмоцияның бастауыш мектеп жасындағы балалардың дамуына қандай әсер етеді, қандай ерекшеліктері бар? Осыған тоқталып өтетін болса, бұл жерде тұрақсыздық дейміз, эмоцияның тұрақсыздығы. Яғни бастаушының оқушылардың сезімдері тез туындайды және тез өзгеріп тұрады. Баланың көңіл күйі мұғалімнің сөзіне, өзінің сыныптағы достарының әрекетіне, немесе сабақтың үстінде болған сәтсіздікке бірден әсер етеді. Келесі бізде эмоцияның сыртқы көрінісі айқын көрінеді. Ол дегеніміз, балалар өз сезімдерін бұл кезеңде жасыра алмайды. Қуаныш болса, ол өзінің қуанышын айғайлап күлкімен, айғайлап дауысымен білдіруі мүмкін. Ал реніш болса, ол бірден жылап кетуі мүмкін. Одан кейін таңданған нәрсе болса, айғайлап осы қуанышты дауыспен таңданғанын эмоциямен дауыстап айту арқылы білдіреді екен. Енді келесі біздерде моральдық сезімдердің қалыптасу ерекшелігі дейді. Бұл дегеніміз, бұл жаста ұят, жауапкершілік, жолдастық, әділдік сияқты адамгершілік сезімдері қалыптаса бастайды. Мұғалімнің, сонымен қатар ата-анасының бағасы бұл сезімдердің дамуына күшті әсер етеді екен. Ал енді эстетикалық сезімдердің дамуы дейді. Оны қалай түсінесіздер бұл кезеңде? Яғни эстетика дегеніміз өзі сұлулық, әдемілік, әсемдік қой. Яғни бұл кезде табиғатқа деген, өзін қоршаған музыкаға, суретке, әуенге, көркем сөзге қызығушылығы артады екен. Бұл кезде сол сезімдер оқу мен тәрбиенің маңызды құралына айналады негізінде. Келесі біздерде, яғни эмоциялық тәжірибенің жинақталуына келетін болсақ, яғни балалар өз тәжірибесі арқылы осы қоршаған ортаға деген тұрақты эмоциялық қатынасын қалыптастырады. Мысалы,
жаман мен жақсы істерді ажырату, жаңағы достардың арасында жаңағы өздерінің сезімдерін, бір-бірінің сезімін түсінуі сияқты осындай бір керемет тәжірибелерді не қылады екен. Енді біздерде осы бастауыш сынып оқушыларының еріктік дамуының ерекшеліктеріне келетін болсақ, енді бұл кезде еріктік дамуының ерекшеліктерінің бірі, яғни мақсат қою және орындау қабілетін қалыптастыра бастайды. Бұл кезеңде бастауыш мектеп жасында еріктік сапалар табандылық, шыдамдылық, ұқыптылық, өз-өзіне деген сенімділік дами бастайды. Балалар әлі де өз әрекеттерін толық қабылдауға үйренбеген, бірақ мұғалімнің және ата-аналарының көмегімен өзін-өзі басқаруға икемделе бастайды. Оларда мақсат қою және оған жету қабілеті қалыптасады. Мысалы, ол мақсат дегеніміз енді үйге берген сабақты сол уақытында орындау. Оның өзі оның бастауыш сынып білім алушысының мақсаты. Бірақ оны бұндай іс-әрекеттер жүзеге асыруда мұғалімнің және ата-ананың бағыттауы үлкен рөл атқарады. Келесі біздерде табандылық пен шыдамдылық дейміз. Яғни бұлардың алғашқы элементтері қалыптасады. Яғни тапсырмаларды орындау кезінде білім алушыда ұзақ зейінді шоғырландыру мен шыдамдылық дами бастайды. Көбінесе еріктік әрекеттер бұл кезде ересектердің қолдауымен жүзеге асады. Мысалы, жақсы оқушы болу. Сол сияқты мұғалімнің жаңағы балалардың алдына мақсат қояды, соған бала жету жолындағы іс-әрекет. Бұның бәріне ересектердің қолдауы керек. Ересектер дегеніміз бұл сыныпта, яғни мұғалім және ата-анасы. Бала күрделі тапсырманы орындағанда шыдамдылық таныта бастайды, бірақ дегенмен де бұл жаста бұл қасиеттер әлі де болса тұрақсыз болып келеді. Келесі бізде өзін-өзі бақылау мен ұстау дағдылары дамиды. Бұл жаста, яғни 6-10 жас шамасында бала өз мінез-құлқын реттеуге үйрене бастайды. Алғашында мұғалімнің талаптарын сырттай орындайды, кейіннен ішкі бақылау қалыптасады. Яғни еріктік сапалар жүйесінің қалыптасуы ол мақсаттылық, белсенділік, жауапкершілік, батылдық, дербестік, өзін-өзі бағалау және өзін-өзі реттеу кіреді бұл жерге. Одан кейін бұл кезеңде, енді мектепке дейінгі кезеңде біз алдыңғы дәрістерде өттік, мектепке дейінгі кезеңде ең жетекші негізгі іс-әрекет ол ойын болса, осы бастауыш сыныпта ол ойыннан біртіндеп оқуға көшу кезеңдері еріктің рөлін артады. Ол дегеніміз оқу әрекеті жүйелі, еңбекті, зейінділікті, өзін мәжбүрлей білуді талап етеді. Сондықтан да бұл кезеңде ерік қасиеттерін тәрбиелеу баланың тұлғалық дамуының негізі болып табылады. Ресейлік психологтар Выгодский мен Леонтьевтің еңбектерінде осы еріктің дамуы оқыту және іс-әрекет арқылы қалыптасатынын баса айтып өтеді. Балалар өзін-өзі бақылауды, қиындықты жеңуді мектептегі оқу тәрбие процесінде үйренеді. Келесі біздерде осы эмоциялық еріктік дамуға әсер ететін факторлар бар. Ол қандай факторлар дейтін болса, мінекей біздің слайдымызда беріліп отыр. Ең бірінші бізде отбасы тәрбиесі, келесі мектептегі оқу тәрбие үдерісі, одан кейін құрдастардың ұжымы. Енді отбасы тәрбиесіне келетін болсақ, ең бірінші ол эмоциялық тұрақтылық пен өзін-өзі реттеу ең алдымен отбасындағы психологиялық ахуалға байланысты болады. Ол дегеніміз жылы қарым-қатынас, сенім мен қолдау еріктің дамуының алғы шарты болып табылады. Ал енді мектептегі оқу тәрбие үрдісі ол мұғалімнің эмоционалды қарым-қатынасы, мұғалімнің білім алушыны қолдауы, бағалауы баланың ішкі күйіне тікелей әсер етеді екен. Одан кейін барып құрдастар ұжымы, сыныптағы достық, қолдау, топтық қарым-қатынас, одан кейін барып осы жаңағыдай өзін-өзі ұстау дағдылары осы кезеңде дамиды. Содан кейін осы құрдастар ұжымында өзгенің сезімін түсінуді үйрене бастайды. Келесі біздерде осы дамытудың жолдары, эмоциялық еріктік дамыту қалай дамытамыз, қандай жолдар арқылы дамытамыз деген сұрақтар сіздерде қалыптасуы мүмкін. Сондықтан осыған жауап беретін болсақ, яғни бұл кезде тек оқу үлгерімін арттыру ғана емес біздің мақсатымыз. Бұл жерде олардың қоғамдағы өмірге әлеуметтік, психологиялық тұрғыдан дайын болуы баланың. Келесі, яғни бұл процестің тиімділігі
педагогтардың, психологтардың және ата-аналардың кешенді және мақсатты түрде жұмысына байланысты болады негізі. Яғни психологиялық тұрғыдан қолдау көрсету балаға. Ол дегеніміз баланың әрбір жетістігін мадақтау, балаға сенім арту, жылы сөздер айту үнемі. Ал енді эмоцияны дұрыс білдіруге үйрету. Ол дегеніміз балалармен түрлі өмірлік жағдаяттарды талқылау. Мысалы, қатты бала ренжіп тұрса, бірақ сол ренжіп тұрғанын білдірмей қалай айтуға болады? Бұны белгілі бір жағдаятта беріп, мұғалім, бастауыш мұғалім соны ары қарай дамытамыз. Одан кейін шығармашылық іс-әрекеттер ұйымдастыру. Ол дегеніміз, яғни сурет салғызу балаға, сахналық қойылымдар қою, ертегі ойнау арқылы эмоцияны дамыту. Бұл дегеніміз, яғни баланың жаңа эмоциялық еріктік несін дамытудың жолдарының біріне жатады. Келесі біздерге арнайы тапсырмалар беру. Ол дегеніміз мақсат қою, жоспар құру, уақытты бөлу, жұмысты соңына дейін жеткізуге үйрету. Және де осы ойын және топтық әрекет арқылы балаларымыздың сезімдерін реттеу. Ол дегеніміз балалардың бір-біріне көмектесуі, ортақ мақсатқа жетуі, ерік пен эмоционалдық тұрақтылықты күшейтеді. Ал енді келесі біздерде өзін-өзі реттеу жаттығулары. Оған жататын не? Ең бірінші тыныс алуы, релаксация дейміз. Одан кейін позитивті, жақсы пікірлерді айту арқылы осы баланың эмоциясын бақылауды, сондай дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Енді бұл тағы да бір жолдарының бірі, яғни осы оқу әрекетін және әлеуметтік қарым-қатынастарын тиімді пайдалануға негізделген болуы керек. Енді біз сабағымызды қорытатын болсақ, олай болса, бастауыш мектеп кезеңі баланың эмоциялық және еріктік сапаларының қалыптасуындағы маңызды уақыт екенін білдік. Ол дегеніміз, яғни бұл кезеңде эмоциялардың дұрыс бағыттауы, ерік жігерді тәрбиелеу баланың болашақта тұлға болып қалыптасуына негіз болады. Яғни мұғалім мен ата-ананың бірлескен жұмысы арқылы осы білім алушының өзін-өзі реттеу, өз ісіне жауапкершілікпен қарау, яғни қиындықты жеңу дағдылары дамиды. Олай болса, біз бүгін дәрісімізді аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.